Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі тәжбит сабағымызда қаршылашы жоқ сыпаттардың ішінен 8-шісі, ең ақырқысы болған бұл ғунна сыпатымен танышып өтеміз. Ғунна деген бұға чейінгі сабақтарда айтылғандай мұрыннан шыққан, хайшундан шыққан үнді біз ғунна деп атаймыз. Ал эми бұл ғунна сыпаты мим және нун тыбышынан ғана өзгөчөлөнгөн. Тағар айтқанда мим және нун тыбышы қандай ғана учур болбосун, әрекеттүү, сүкүндүү, илхар, идгом, иқлаб қандай ғана ахвалда келбесин, бұл нун және мим тыбышында ғунна сыпаты сөз табылат. Тағар айтқанда бұл эки тыбышта айтқан учурда мурундан үн сөзсүз чыгат. Демек, бұл ғунна сыпаты нун және мим тыбышына өзгөчөлөнгөн. Мына ошону билип коюш зарыл. Демек, каршылаш жок сыпаттардын ичинен 8-шісі бұл ғунна, және бұл ғунна сыпаты мим және нун тыбышынан ғана өзгөчөлөнгөн. Бұл тыбыштар қандай ғана учур болбосун, ғунна менен мурундан чыккан үн менен чогуу биргеликте чыгат. Мына ошол булардын негизги жана өздүк сыпаты болуп эсептелет. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Керимди туура талаптагыдай тартил менен окуганга мүмкүнчүлүк берсин.